Ал балалар кім бастайды? Бастайды, айта ғой. Мен мысалы мұнайшы болғым келеді, жердің астынан мұнай қалай шыққанын көргім келеді. Және оның есесіне мұнайшыларға қазір көп төлейді екен. Жарайды. Тарады. Болады ма мен? Айта ғой. Мен мысалға дәрігер болғым келеді. Себебі ана жолы менің күшігім ауырып қалған кезде мен оны емдей алмай қатты қиналдым. Сондықтан да мен дәрігерлікке барып, адамдарға көмектескім келіп жүр. Қатты расын Динара. Адам мен күшікті емдеу екеуі екі түрлі нәрсе. Менің кеңесім сен ветеринар болсай. Апай, ал мен физик болғым келеді. Әлемде жаңадан ашылмаған жаңалықтар көп. Соларды құбылыстарды зерттеп, соларды ашқым келеді. Жарайды Ғазиз, жақсы. Енді біздің үздік оқушымыз Өркен кім болғысы келеді екен? Өркен. Бүгінгі сабақтың тақырыбы мені қатты ойландырып жіберді. Менің іштей мұғалім болғым келетінімді үйдегілер жақсы біледі. Ұстаздық жол ол оңай жол емес. Бәрі мұғалім болсаң айлығың аз болады, жеке өміріңе жетпейді. Жұмыстан кеш қайтасың, қоғамдық көлікте ұзақ күтесің деп қорқытады. Олар да сөз болып па? Ер азығы жолда деген. Бір мәнісі болар, мақсатымнан таймаймын. Мен бұл дүниеге үйретемін деген миссиямен туылған жоқпын ба? Нар тәуекел. Ал апай. Болашақта кім болғың келеді? Мен ұстаз болғым келеді. Артымнан еріп келе жатқан балаларға білім беріп, оларға дұрыс өмір сүруді үйреткім келеді. Қой, сен ба? Менің есімім Өркен. Мен Алтынсарин академиясының 2-ші курс студентімін. Менің мамандығым мұғалім. Қиындығы мен қызығына мол бұл мамандықты мен бала кезімнен армандадым. Адам баласына көмектесу бұл игілік істердің бастамасы. 2 жыл бұрын әлеуметтік желіде отырып, Алтынсарин академиясының дарынды мұғалімдерді көбейту мақсатында стипендиялық бағдарламаға іріктеу жариялап жатқандығын байқадым. Бағымды сынап көрдім. Ең алғаш ұстаз деген атақты сезінуім де осы жобадан басталды. Бұл жобада өзім секілді талантты, өте ақылды, бәсекеге қабілетті, ең бастысы өз мамандығын сүйетін студенттерді көріп, қатты қуандым. Шын мәнінде осы жобадағы болашақ ұстаздар оқушылармен жұмыс жасағанда оларға пайдалы нәрселерді үйретуді сүйеді екен. Бала жүрегі кішкентай күй сандық. Сол сандықтың кілтін тапсаң ғана ашылады. Мұғалімнің қолында әр кезде сол кілт тұру керек деп, Мұхтар Шаханов ағамыз айтқандай, әр баланың жүрегіне жол табу, баланың бойындағы дарынды ашу мұғалімнің ең басты міндеті деп ойлаймын. Алтынсарин академиясының 7 бағыты бұл, менің ойымша, болашақта еліміздің алтын ұрпағын тәрбиелейтін, сапалы білім беретін ұстаздар шығатын секілді. Қазірдің өзінде онлайн режимде ағылшын тілін оқып жатырмыз. Білім саласындағы танымал ұстаздар мен еліміздің жанашырлары өнеге ал деп аталатын семинарлар жасауда. Алтынсарин академиясының арқасында әлі студент болсам да, ұстазды жасауға зор мүмкіндік алып, оқу орталығында практикадан өтудемін. Балалар, бүгінгі сабақты біз мамандық таңдауға арнаймыз. Кім қандай мамандық иесі болғысы келеді? Айта ғой, Асылхан. Ағай, мен де сіз секілді ұстаз болғым келеді.